Афганистанга бармады ешкім. Неге болғанда білмеймін, сол жаққа еш бармадық. Өзіміз де бармадық. Тәжікстанға бардық, Қырғызстанға бардық, Өзбекстанға бардық. Афганистан далеко, да? Афганистанға бармадық. Жора, қалайсыңдар? Жақсы шүрдің ғой, намазың ба? Жақсы, қайдасың? Сіз бүгін қай атпен шығасыз? Бүгін капитан деген жігіт Нұрманов деген ағам аты бар. А сколько стоит это слушать? Енді әр ауылда, әр аудандарда, білмеймін. Білесіз ба? Я слышал 20 миллионов. Хорошая, прям хорошая лошадь для Көкпары. Солай ма? Иә, Реально. 20 миллионда. Көп қой. 20 миллионов это как однокомнатная квартира в Астане. Астанада ма? Ну да, ну как бы это дорого. А почему такая цена? Един? Ау? Почему такая цена? 20 миллионов. 20 миллион енді әр нәрсенің өз құны бар ғой. Ага. 2 миллиондық ат та бар, 20 миллиондық. Ну они джайские, да, которые Енді 2 миллиона. сен салам деген салымыңды, алам дегеніңді, мысалы машина атайды, омыра қажылыққа атайды. Сен сол атқа мініп, мен осы салымды салып алам деп әрекет қыласың. Енді бағасы қымбат аттарда шанс көбірек болады да ше. Да, да. Енді ол мәселен бағасында ғана емес, оның бабында да бар. Оны сол көкпарға дайындап шығады. Да, да. Подготовка, тренировка, да, ол сол екеуі тең болып, үстіндегі палуан үшеуі тең болған кезде, палуанның артыңғы аты мен артыңғы баласы бар. Ол тең болған кезде бәрі, сол кезде нәтиже болады. Сен аласың да, аталған салымды. Сол алып, соны мәреге жеткізіп, соны салған атты ол бағасы көтеріле береді ғой. Қазақстанда көп емес, Қырғызстанның аты. Қырғызстанның аттары Өзбекстанда көп. Мықты аттар көп Өзбекстанда, Қырғызстанда. Қазақстанда местный аттар көп, өзінше. Мне кажется, Узбекистан, Кыргызстан, там прям индустрия, да, сияқты, то есть они прям занимаются селекциями. Ол Польшадан, Европадан әкеліп жатыр. А бізде солай ма? Или не так сильно? Бізде де әкеліп жатыр. Дамып кетті қазір. Жылқының тәрбиесі, жылқының селекциясы өте қатты дамып кетті. Бізде қарабайыр. Көкпарға, додаға қарабайыр. Команда көкпарда ағылшын, ол скорость, жылдамдық, қағу деген жаңағы. А бізде жаппай көкпарға төзімдірек ат керек қой. Сіз қалай ойлайсыз, кто пятерка? Именно жаппай көкпарда, именно осы жылда. Енді оны айтамаймыз енді өзіміз. Айтасыз ба? Жоқ, айтамаймыз оны. Оны мен өзімді... Азирет. Енді Азирет мықты. Мен үшін номер 1. Ғалымжан Мырзабаев. Не дейсің? Ғалымжан Мырзабаев. Ғалымжан Мырзабаев, Азирет ол ең киетін палуан. Ғалымжан Мырзабаев ол өзіміз сияқты алдында, ол да номер 1 палуан. Мықты палуандар. Ерсайын бар. Ой, Ерсайын енді ол. Аз көп адамдарда басқан көкпары түсіп қалады ғой. Ерсайын палуан енді басса көкпар түспейді ғой. Ол енді өте епшіл, өте күші көп палуан ғой. Мықты палуан. Ол көкпар басып алып адамдарға прикол ұстап ойнап кете береді да ше. Ол тартып атсын ба, қарап атсын ба деген ол палуандар жоқ. Мен бақыт ең киетін палуан, Ерсай екеуі шабады. Ерсай екеуі пар болып, ол екеуіп Ерсайға әпереді. Ерсайдың аты қиналып жаңағыдай шаршап қалады ғой бұл жерде. Сол кезде бақытқа береді, бақыт салады. Ол жерде сен салдың, мен салдым деген болмайды. Екеуі бірге пар болып шауып атқаннан кейін ат бір адамның аты болады, алды арты парды. Асланбек номер 1 ең кигіш болған. Қазір ол да алдына өтіп, Әзіретпен жауап жүр.
Енді пятерка кім сіз бойынша? Ау? Пятерка кім сіз бойынша? Пятерка? Иә. Ел аузында хит болып жүрген мынау Әзірет пен Асланбек бар, Ерсайын мен Бақыт бар, Ғалымжан мен жаңағы артында Жігіттер. иә ол Жомарт екеуі шапқан осы уақытқа дейін. Қазір ол соңғы кезде балдарды бүйтіп ауысып жүр артында. Сіз? Біз де сол ел қатары соғардың қатарында шауып жүрік. А если из ветеранов? Ветерандардан Бұрынғы, да. енді біз қазір алынып өткенімізге мен 2 жыл болды да шы. Мен 10 жыл Дәуітіллә деген кісімен шапқам 10 жыл болды. Ол сол кісі ветеранның номер 1 болған. Именно Жапай, да? Жаппай, да. Одан бөлек көп палуандар. Оның ешқайсысын бөліп жарып айта алмайсың. Әр палуанның өз ерекшелігі, өз істейтін жері болады. Жаңағы капта чемпион болды. Бүгін погода әдем болып тұр. Мен анау тұрған тау бар ғой. Анау тұр ғой. Неден енді бұлай кеп тұрған кезде осы арғы беті Өзбекстан. Осын. Мен ана таудың түбінде тұрамын. Осы тұрған таудың аты Бәйдібек деп аталады. Ауылдың ең үстінде көріп тұрған. Иә. Бала кезден біз Бәйдібек деген тау деп солай әзірге дейін солай айтамыз. Жас балдарға мотивация болса да жас балуандарға қазір шығып жатқан. Қазір көбісі жаңағыдай жұлдыз ауруымен ауырып қалады ғой. Енді адам көп салған сайын шалқаймастан кішірейіп, кішіпейіл болып жаңағыдай сіз де бір сөз ауыздан шығады дейді ғой. Сіз деп шауқандар жақсы да. Көп қазіргі жастар біреу көкпар шауып, бір жыл шабар жұлдыз ауруы дейді ғой. Сол сияқты жұлдыз ауруымен ауырмастан қарапайым болып жүре берсе жақсы болады ғой. Атақты палуан болады. Енді жарақат болады ғой. Көкпар болғаннан кейін болды, бір жылдай демалды. Өтіп кетті. Кран деп бізге ең күйгіш палуан ғой. Жерден көкпарды алып саған әперетінші. Саған әперет? Алдыңғы атқа әперетті. Алдыңғы адамға әперет. Екеуміз пармыз ғой мысалы. Мен алдында додан жарып көремін. Ол артында. Оны жетекте боламын да басынан ұстап, атын басынан ұстап. Ол жерден еңкейіп текені алып. Кім салады? Сіз или кран? Қаласа кран салады, қаласа. Ол шаршап қалмаса, жерден қиналмай алса додан ішінен. Енді дода мынандай болып тұр ғой қазір, пресс. Сол салады. Еще вот Аблайхан же есть? Аблайхан Шамбек. Тоже у него одна мысль такая была, ол айтқан қалай, что көкпарда ешкім байымайды. Өйткені ол көкпар ол тартыс қой, сол тартыс келген дүние тартыс кетеді. Дәл солай. Солай ма? Дәл солай. Ол көкпарда байып кеттім деген адам көрген жоқпыз. Ол көкпар себепші ғана ғой. Үлкен кісілермен танысасың, айтады ғой, мысалы. Сіздермен де сол көкпардың арқасында сөйлесіп, сіздер де осы көкпардың арқасында бізге келе бастыр. Сондай да. Мысалы, мына кісінің хозяйын ат шаптырады, көкпарда жүріп танысасың. Бір қызметтегі жігіттер көкпарға шығады демалуға. Солай ол өмір сүруіне бір қадам андай ғой. Көкпармен ешкім байымайды дейді.